Сәлем құрметті оқушы, менің курсыма қош келдің. Менің аты-жөнім Салтанат Әділжанқызы, және де мен миға қонымды математика курсының авторы боламын. Ең бірінші, миға қонымды математика неге бұлай аталды? Соны түсіндіре кетейін. Неге миға қонымды? Бірінші, бұл курста сен есептеулерді тез шығаратын боласың, және де сол тез шығаруға арналған лайфхактардың барлығын меңгеретін боласың. Математикада қолданылатын 4 амалдың барлығын шемішкедей шағып отырсаң, берілген есептің 50%-ын сен уже шығарып қойдым деп есепте. Келесі, формулаларға келгенде, оны қиналып жаттап отырмаймыз. Оны оңай жаттаудың жолдарын көрсететін боламын. Және де келесі, әр видеомда қарапайым сен түсінетін оңай тілмен жеткізетін боламын. Енді саған не дайындау керек? Соны түсіндірейін. Ең бірінші, әрине оқуға деген ниет болу керек. Мен әрқашан өз балаларыма түсіндіремін. Математиканы сендер жақсы көрсеңдер, ол да сендерге жеңіл болады. Сондықтан математиканы үйренемін, Салтанат апайдың айтқанын тыңдаймын, барлығын жасауға тырысамын деп, кәдімгідей өз-өзіңе уәде бер. Екінші, әрине бұл онлайн форматта болғандықтан міндетті түрде саған телефон, планшет немесе ноутбук қажет болады. Планшет, ноутбук телефоныңды әрқашан зарядкасын толтырып, артық нәрселердің барлығын өшіріп, таза ұстауға тырыс. Келісті қой. Келесі, арнайы күнделікті 25-30 минут уақыт бөл. Қалған уақытыңда өзің білесің не істеу керек екенін. Ойнайсың ба, басқа бір курсқа барасың ба, спорт секциясына барасың ба, ұйықтайсың ба, немесе басқа өзіңнің қалған ісіңмен айналысасың ба, өзің білесің. Математикаға осы 25-30 минут уақыт жеткілікті. Келесі, математика енді көп есептерден тұрғандықтан, жақсы өзіңе ұнайтын бір қалың дәптер баста. Және міндетті түрде қасына черновик керек. Математикада шығару өте көп болады, болжамдар жасаймыз, сондықтан черновик міндетті түрде. Өзің жақсы көретін немесе жақсы жазатын бір қаламың болу керек, және өшіргіші бар қарандаш. Немесе жақсы қарандаш, оның қасына бір жақсы өшіргіш болғаны дұрыс. Оның барлығын алдын ала дайындап қойған дұрыс. Себебі сабақ басталған кезде сені мынандай отвлекать ететін ештеңке болмауы қажет. Енді ең басты сұрақ, бұл дайындық саған не береді? Бұл курс саған не береді? Бірінші, бұрын қиын деген есептер саған оңай бола бастайды. Я, дұрыс, сен оқыс естімедің, оңай бола бастайды. Бұрын түсінбеген тақырыптарыңды түсіне бастайсың. Математиканы жақсы көре бастайсың. Сабаққа белсенді қатысасың. Бұрын тақтаға шығуға қорқатын едің, ал қазір тәуекелге барып, өзіңді сынап көру үшін тақтаға шыға бастайсың. Яғни тақтаға шығып өзіңнің сенімділігіңді артылып, білмейтініңді сұрап, білмегеніңді үйренгенде, әрине өзіңе деген сенімділік артады, ал сенімді адамдарды барлығы құрметтейді. Сондықтан сені сыйлайтын, сенімен дос болғысы келетін адамдар көбейеді. Келістік қой. Тамаша. Енді не істеу керек? Тағы да бір қайталайым. Күніне 25-30 минут уақыт береміз. Видео ақпараттардың барлығын көреміз, конспект жасаймыз, үй тапсырмасы міндетті түрде орындаймыз. Үй тапсырмасы дегеніміз бала өздігінен отырып, өзінің миының жұмыс істету арқылы дамитын кезеңі. Бұл үй тапсырмасы деген өте керемет кезең. Оны да бағалай білуіміз керек. Және де тағы да бір рет айтам, математиканы жақсы көруге тырысайық. Себебі сендер математикаға уақыт бөліп жақсы көрген сайын, ол саған жеңіл оңай болады. Келістік қой? Келесі сабағымды көре ғой. Келесі сабақта мен математиканы оңайлатудың 3 жолын көрсететін боламын.